Күннің әсас вақалары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Леноза Бурсеитова çalışам. Хайырлы ақшамлар. Сақ районы Тереклі Қоңырат Кой ерлешмесінің рейсі Денис Плахихны прокуратура ве тахқиқат комитетінің хадимлері яқаладылар. О муниципаль идареге бұйық зарар кетірмек еле эмалықта қабатлана. Бұл ақта өзінің ичтимаи ағларындаки сайфелерінде Қырым елбашчысы Сергей Аксенов хабер етті. Үш ачмақ үшін Айырча қасабасының пляжларында қанунсыз құружылық себеп болды. Тахқиқат комитетінің малюматына Корея кечкен сене декабрь айында Кой ерлешмесінің мемуриеті ве шақси үш адамы арасында пляж абаданлаштырылуы ақында аңлашма түзілді. Ерлі әкімет ершейні контроль етмек керек еді. Көрушулерінің бірінде Денис Плахих үш адамындан оның ниетлеріні білді. Нәтижеде онлар 1000 квадрат метр ер керекрек күбі құланылмады. Кой ерлешменің Yolbaşçısı kanunsuz hareketler hakkında devlet organlarına haber etmedi. Şimdi onun hukuk korçalayıcılar çalışalar. Tahminen 10 milyon rublelik zarar getirildi. Эмалық ве муниципалитет топрақларына бұйық зарар кетірілігі бойынша қабатлануыны шақсен Қырым вияқяр бойынша çalışқан Русия Тахқиқат комитетінің рейсі Владимир Терентьев сеслендірді. Бүгін Тахқиқат махкемесі жинайы ішінің фигуранты вазифесінден четлештірілігі ақында ресми рижанен мұражат етмеге ниетлене. Бұндан сонына жаза тайынленежек. Қырым парламентінде миллетлер ара мунасебетлері суалінде милли саясет амелге кечірілуіні музакере еттілер. Тогерек маса башында милли жемиетлерінің реберлері Қырымда миллетлер ара мунасебетлер ішлері бойынша Девлет комитетінің ве Русия Федерациясы Жемат палатасының векіллері мунақаша кечірділер. Тогерек масаның иштиракчылары репрессия құрбанлары реабилитациясы ве қол тұту чарелері аққында президентінің емірі шекілленуінің мұйымлегіні қайдеттілер. Указ подписан. Эмір имзаланды ве борсыра программалар имзаланды. Бүгін оларға малие айырыла. Бұндан ғайры квартиралар, мектеплер ве бала бақчалары құрула. Мунақашада мұхтариетлерінің әйберлері ішкі сиясет, малюмат ве алаққан назірлігінің миллетлер ара мунасибетлер ішлері бойынша Девлет комитетінің векіллері иштирак еттілер. Қырым Жұмхуриетінің әйберлері миллетлер ара мунасибетлер доғру түзілуінде әр тарафлама иштирак еткенлері қайды етіле. Сегодня ни для кого не секрет, что... Бұл суалге Жұмхуриет елбашчысы Сергей Аксенов бұйық дыққат айырғаны бір кімсе үшін сырдегіл. Чоқысы тедбірлер миллетлер ара мунасибетлерге бағышлана. Жұмхуриетте ижра кемиетінің айры органы çalışа. Мұнақаша иштиракчылары әмде Владимир Зеленскийнің русларны тамыр халық саймамақ қарары аққында субет еттілер. Агрессив Украин сиясетінің контраргументі бұл кеммерия темеледір. Мне было приятно сегодня услышать. Бізім үрметлі мұсафырлерімізден Қырымда медениетлер арасында кеммерия субетіні кечірмек теклифі хош келді. Менің фікірімже бұл пек мұйым меселе ве о Қырым етрафында айын ойындарыны тоқтатмаға имкан бере. Мұнақашаның эссаз вазифелерінден бірі дүния топлылығына Қырым ве Русия статуслары емді географик ве сияси жерянлардан доғру көстерілмегенлері аққында месседж йолламақтыр. Султаниста Каева, Тарас Брезицкий, Ирвин Миралиев, Миллет үшін. Қырымның Женюби ялы бойында бергі инспекторлары қавехане ве ресторанларда рейд кешірділер. Олар мұнда касса аппаратлары олмасыны тешкерділер. Рейдің нәтижелері ве анық олған бозулар ақында Султаниста Такаева тариф етежек. Ялтаның ялы кенарында біз бергі инспекторларнен берабер мұштарелер оларақ ресторанға креміз, сымарыш япамыз, ама бізге чектен эвел весе қабер ілмей. Толемек вақты келгенде аяқчы фискал чек еріне реклам флайер кәғытыны бере. Эсапны есе озы сіслендіре. Бұл весіқа фискал чек дегіл, әмде о касса аппараттан кечмеді. Енді бергі қызметінің хадимлері чек насыл берілгеніні, мұштарелерге не үшін доғры весіқа берілмегеніні ве муссенің алкоголь сатмаға лицензиясы олған олмағаныны сұраштыралар. Аяқчыларының ресми ішке алынуы бойынша суаллерді пейда олды. Біз аячықлар насыл іш қабыл олғаныны ве келер толу шекілде қоланылғаныны анламаймыз. Бозулар қайд етілді. Бергі инспекторлары протокол тізелер. Бірінші сефер муссесінің сайбыны тәнбейлейлер. Егер текрар бозулар олса, іш адамына 4.000-ден 10.000 рублеге же пара жазасы тәнленежек. Бұл ерде çalışқан идареже ве хадимлер қануни шекілде çalışамыз деп білдірелер. Мен бозулар көрмейім. Невбеттеки мусседе қайделер ряет етіле. Мұсафірлерге сымарыш етілген емек ве ичімліклер язылы чек берілгеніне декат айырамыз. Эбет біз мұсафыр сымарыш еткеніні чекте қайт етеміз. Анда емде сымарышның фияты языла.
Ве паралар кассаға келіп кеткен сон бізге фискаль чек беріле. Қырымда жемат ашап ичкен мүсселер сасында 2000-ден зияды бергі төлейджі чалыша. Федералей ханын мақсады бизнесте мусави рақып шартларына яратымақ ве бюджет келеріні арттырмақтыр. Нетиже оларақ июнь айында сату бойынша келер 30%-ға артты. Шу себептен бюджетке бұл са бойынша 5 миллиард рублей қошылды. Бергі контролі көстердеке тешкірілген эпысы мүсселерде контроль касса техникасы бар, амма о әр вақыт қоланылмай. Султания Истакаева, Виталий Голубев, Миллет үшін, Ялта. Бұтын Қырым бойынша отеллер ве шифаханелерінің хадимлері арасында енді 10 000-ден зияде кіші коронавирустан ашы яптырды. Шифахане курорт мойселерінің реберлерінден аризалар қабул етілігі девам әте. Эсас вазифе туристлер ве ярымада сакинлері үшін яз мевсіміні олдуқча хавсыз етмектір. Судақта шифахане комплекслерінің хадимлері насыл шекілде өзлеріні ковидтен қоршалағанлар ақында мұлбірлеріміз біле. Бір күнде 25-30 адам ковидтен ашы яптыра. Судақ шер хастаханесінің хадимлері Бақув кечерелер ве эр шейні анлаталар. Мусафырханенің кіріш одасында адам чоқ. Галина Касилова 40 елдан зиядес туристик саада чалыша. Ишыны бегене эмді сағлығына диккат айыра. Конечно же, как и все россияне. Элбетте эпсы Русиялер кібі біз шымды ашыламадан кечеміз. Хасталан мамақ үшін бізге ве бізім мусафырлерімізге юқма хасталық темесен деп. Умумен Қырымда 127 ашылама ноқтасы açıldı. Олардан 57-сы көшме бригада. Шерлерінің меркези мейданларында, ялы кенарларында, тиджари мерkezлерде ашы яптырмақ мүмкін. Яда иш yerinde. У нас с собой поликлиника существует. Бізде поликлиникада ашылама ноқтасы бар. Соңда Тарақташ, Новый Свет көйлерінде. Умумен олар 6 дане, веда біздің мобиль бригадаларымыз бар. Отельнің юселі хадимы ашы яптырдылар. Аллары бұзылғанларына бір кімсе шикайет етмей. Ашыламадан сон егер хастаның sıcағы 38 градустан yüksek көтерілсе, бұл бірінші 3 күн девамында ағыр ішнен оғрашмақ ясақ етіле. Емді санчы япылған еріні сылатмақ мүмкіндегіл. Шифахане курорт мөсселері эркун туристлерінің бұйық ақымыны қабыл еті. Ве хасталықтан қорчалану жедей олмалы. Сағыламлаштыру в комплексте илеріде туристлерге де ашы япмаған ниетленелер. Элбет оларының істеклеріне көре. Жима күні біз ашылама кечередеміз ве илеріде де бойле ішіні девам етмеге планлаштырамыз. Қадимлерінен фаал шекілде чалышамыз. Бұл керек олғаныны бүгін ичбір ағыр ақибетлері олмағаныны ве эр шей хавсыз олғаныны анлатамыз. Бұтын Қырымда енді 100 000-ден зияде киші тамам иш ерінде коронавирустан ашы яптырдылар. Мы понимаем то, что должно быть. Мусафирлерні қабыл ету саасында чалышқанларының эксериеті ашыланмақ керек олғаныны аңлаймыз. Чүнки хавсызлық бұл ең esas şeydir. Bu em Қырым сакинлерінің, em de musafirlerimizдің хавсызлығыдыр. Тек санитар хавсызлықның епсі чәрелері riayet етілген заман бизнесні девам етмек ве невбеттеки ковид қозғамасына yol бермемек мүмкін олыр. Айшы Шулакова, Ильяс Рейзов, Арсен Фукала, Миллет үшін Судақ. Рекультивация сонки басамақта Ахмеджетнің Боғырча қасабасында евелері чөплік обалары олған ерде шлер екінленді. Объект епісі стандартларға көре консервация етілді. Мевзоның девамы левхамызда. Ярамы қоқу ве учқан пакетлер енді кечмішті ве Юлия Попованың қатырасында. О 2010 сенеден берлі Боғырча қасабасында яшай. Бұ чөплік обалары консервация етілген ақында хабер ерлі сәкенлеріні пек қувандырды. Чешет вазиетлер олды. Олар янған вақытлар, емдесі вұқта пек ярамай қоқулар келген күнлер. Чөплік учайды пакетлер, яны бұ ерден кечмек біле хош дегеледі. Енді балалармен кезінген заман аяқ түбіне пакет яда башқа бірші үшіп келер деп қорқмақ керек олмас. Рекультивация yapıldı. Erşe yakşı, temizce oldu. Hiçbir koku yok. Erşe kıntavlı da ösümlükler, terekler saçılsa yakşı olur dep düşünem. Hatta yakın yerde balalar için oyun meydanını yaratmak mümkün. Erşe pek yakşı böyle yapkanlar sağ olsunlar. Şimdi bu yerde keçkende böyle kuvanamız. Боғырча қасабасында қатты коммуналь қылымтылар полигоны 2016 сене қапытылған еді. Бұл ер рекультивациясы ақында суаль 2017 сене жемаат діңлевлерінде көтерілді. Вебір елдан сон ішлер башланды. Бұтыш қызметші тәшкілятының екінші бұйық лейхасы олды.
4 гектар ве 3 миллионға якын рекультивация етілген свалка обалары. Бұсене бұғырча чөплік полигоны 40 йыллығыны қайдете. Бірінші қылымтылар мұнда 1981 сене пейда олды. Көргеніңіз кыбы бүгінгі күнде іш бітті. Сымырышчы шер сағылсын. Бұ шер қожылығы департаменті. Олар бұ 3 йыл девамында бізнен іш тұттылар. Техник жетте незарет еттілер. Бізде ішімізні екінледік. Мен бұ іш үшін зенадашларыма тешеккүр бүлдірем. Мақсус комиссия азыр даратыны тешкірді бұлеғанын эсаз вазифесі регионда экологик вазиетіні ейлештірмектір. Рекультивация етілген эпысы свалкалар яқшы сақлы тұтылажақ. Пейда олған фильтрат жейілуы темін етілежек. Емді биологик газ йоқ етілежек. Бұ объект қабыл олынған сон МБУ город муэссисиясы оны қолланажақ. Лейха федераль мақсадлы программа черчевесінде әмелге кешірілді. Бұ ішке 1 миллиардтан зияде рубль айрылды. Султан Истакаевада учахалы виар турчалы миллет үшін. Юзум ұрлықларындан яқ істесал еткен завод, уникаль лаванда құру өсімліктер фермасы, винотека ве әдеттен тыш шарап мағазы, бұл туристик маршрутларға көрсетілген объектлер. Ачық ве яңы туристик объектлер бойынша Бақшысарай районына матбуат тұрға бізім мұхберлеріміз ел алды. Чичек қоғысына тойып, нефес алмақ, хатыра фото чекмек ве бұ ерден да оригинал гүлдестенен қайтымақ. Бақшысарай районы ароматной көнде туристлер үшін лаванда хору чечеклер фермасы açıldı. Уникальность в том, что мы изначально... Бізім уникаллігіміз шундаки, біз флористика үшін чешетлерні асыраймыз. Ве лаванда үстірілуі, жейілуі, азырланылуы, ве сақланылуы бойынша қиметлі тәжірибе топладық. Оны ел девамында бұтын дүнияға еткіземіз. Лаванда 4 yıl evvelsi ekilgeniді. 7,5 гектар yerде 18 çeşit. Bu yerinin bereketi yılda tek 3 gün devamında jıyıla. Mevsimde tarlada 40 adam çalışa. Optistisalcı en azdan 2,5 rublege çiçekler ile tolu kutunu satın almak gerek. Turistler için lavanda ekskursiyalarını ve şarap degustasiyasını birleştirgen gayesini agrariyeler ve şarapçılar bu mevsimde amelge geçirmege isteyler. Yarım adam musafirleri mor tüslü tarlada tafsilatlı ekskursiya, floristlerden master-class, şarap degustasiyası ve glamping yani açık yerde rahatlanıp bekley. Bu hem ayrı turistlerge hem de gruppa turlarına teklif edilecek. Енді бүгін бізге çok musafir келе. Біз оларға экскурсиялар кечіреміз, бұл сене дегустацияларны башлан тешкіл етмеге ниетленеміз. Мен 2,5 гектар ерде юзум сачтым. Енді 2023 сене бірінші берекет топламаға планаштырамыз ве 2024 сене туристлер бізім шарабымызның дадыны бақарлар. Қырымда уникаль ве екене гравитацион шарап ясалған ер мында елда 1,5 миллионға шеше толдырыла. Юзум бағлары 2008 сене 13 yıl evvelsi saçılğanıdı. Bugün bu yerde endi 15 çeşit asrala. Degustasyon zal çalışa. Turistler şarap istisalcılığının episi basamaklarını görebilirler. Bir günde uçer ekskursiya. Gruppalarda 20 gece adam, maskalar, sanitizerler ve hafsız mesafe riayet etili. Бізде 1200-ге yakın çapçaq бар. Олардан 90% kırmızı şarapnen toldurılan, 10% beya şarapnen. Mında sort ve rezerv şaraplar yasala. Bu kırmızı şaraplar. Çapçaqlarımız 3 çeşit. Fransız, Amerikan ve Karabağ. Bu ise yüzüm uruluklardan yağ istisal etilgen mevsimde mında 12 adam çalışa. Yüzüm çekirdekleri yağından kosmetik mahsulat yapıla. Bu iş 2016 sene başlandı. Şimdi Rusya'nın bütün cenubundan yüzüm sıkıluvdan kalgan mahsulunu satın alalar. Esas akım avgustun ortalarından oktyabrın sonuna devam etti. Наша задача и Bizim emde kurort ve turizm nazirligimiznin vazifesi turistlерге да yakın tanış olmağa, ama unikal obyektlerini, lokatsiyalarını, yerlerini göstermek, teşviratlarga kol tutmak. Kırımda sanayi turizm sonki 3 yılının trendi oldu. Ekskursiyon agentlikler ve turoperatorlar bu obyektlerini öz marşrutlarına koşalar. Yazının birinci ayı devamında Kırımda endi 1,330,000 musafir rahatlandı. Safiye Şukurova, Sevilla Memetova ve Akim Bekirov, Millet üçün Бақчысарай rayonu.
Қырым-татар, рус, украин тілдерінде yazылған Беңлерже эсер Муайлифның 30-ға яқын китабы умумен 1,5 миллион нұсқа. Ватандашларымыз ақында бізімді емей рубрикамызда белі шайырымыз, языжы, драматург бала эдебиятымызда Земаневи йонелішінің темелжісі Нузет Умеров. Оның 60 yıllık ve атта bundan da ziyade icadi yolu hakkında Lila İslamova'nın meraklı levhası. Koluna kaval aldı baka, vak çaldı baka, ayga baktı yeşil baka, yolga baktı yeşil baka. Yazıcı, şair, belli jurnalist, en esası ise merhametli bala masalcısı. Nuzet Umerov'nın tilinen Kırım-Tatar korantalarında kenede milli efsaneler, masallar ve şiirler yangıradı. Birinci fikirler karamanımız tap mektepte okuğanda peyda olup başlagan edi. Şiiretki aveslegi onu Özbekistan'dan Moskvaga, Maksim Gorki adına edebi institutka alıp geldi. Anda o Evgeniy Yevtushenko, Robert Rождественский ve Bella Ahmadulina ile bir seminarda okudu. Мен эдеби институтқа кіргенде үстімде о заман олған клёштан. Бір қыздан, мұнда конкурс бір ерге қач адам деп сорадым. Олар менің штанларыма бақып, 25 ерге 2200 ариза деп жауап берділер. Институтны бітірген сон Ташкентке көчті. Анда yazıcı Алишер Наваи адына академик Буюк театр деп баш режиссерінің муавені олды. 22 yıldan son ана ватанға қайтып, Яны Дүния газетасының муарирі олды ве женктен сонки ilk Kırım Tatar элевбесі яратылуында иштирак етті. Kırım мектептерінде 1-3 сынып талебелері ана тілімізні bu kitaptan огренейділер. O Корней Чуковский ve Самуил Маршак ile шахсінен танышыды. Бала шайырының ұсталығы Нузет Умеровның фікірінже шундаки кенжелер оқыған вақыт хараманларда өзлеріні танымақ керек. Оның Кырым-Татар қалқ масалары адлы жиынтығында 56 эсер топланды. 44 сене емер шықты. Бұтын Кырым-Татар китапларны yazılған әр шейіні яқмақ. Атта рус тілінде Кырым-Татарлар ақында yazılған шейлер yok етілді. Ve мен 5 yıl devamında topладым. Әр шейіні ғайрыдан тікледім, талил еттім. Ve kitap 2000 нұсқада басылды. Шиир, поэма, масал, икәе, повесть эсерлері, пьесалар, юморескалар. Бенлерже yazılған эсерлер. Нузет Умеров қазақ, өзбек, татар ве дегер тілдерден тәржімейті. Бұл етіп чоқтан чоқ балалар масал ве мужесе әлеміне дала білділер. Оның эсерлері чоқысы мечмуа ве газеталарда нешір етілді. Масалны да газетада нешір еттік. Мен бір күні evге қайтқанда анам маңа айта: Нузет, бақса газетада не қадар яқшы шиiri масал басқанлар. Мен айтам: ана, яуының муэлифі кім олғанына оқымадың мы? Bu sene yazıcı endi 90 yaşını dolduracak. Şimdi o Tufan Ahmetjit'te yaşay ve faal işini devam etti. Şiirler, masallar, povestler, mektep ve bala bakçalarına katnagan balalar için ssenariler yaza. 60'tan ziyade yıl devamında yazıcılık kahramanımızın ömrüne esas mana bergen şeydir. Lila İslamova, Aziz Nemetulayev, millet için. Бүгінге bu haberler Millet telekanalından ayrılmanız. Hayırlı akşamlar.